Сәлем, Аяжан. Ой, бұл не? Жылан ба? Қорықпа, ол ешкімге тиіспейді. Жыланды қайтпексің? Оны мен үйде бағу үшін әкелдім. Ой, түрі қандай. Ой, қорқам. Сендер әлемдегі ең дарынсыз ұрыларсыңдар. Тәуеке, біз дұрысы бағып жүрміз. Ақталмаңдар, естігім келмейді. Одан да жаңа тапсырманы тыңдаңдар. Үндістанға барасыңдар. Айтсаңыз болды, тәуеке. Міне, сендердің ұрлайтын заттарың. Ой, ол жақта жыландар бар. Мен бармай-ақ қояйыншы. Көп сөйлеме. Тәуекең айтты, болды. Барамыз. Аяжан, мына жыланды апарып тасташы. Жоқ, әлі-ақ сен оған үйреніп кетесің. Ой, ешқашан үйрене алмаспын. Ол сені шақпайды ғой. Қайдан білдің? Жақындасам шағады әрине. Сәлем, Елдос, Аяжан. Сендерді көргеніме қуаныштымын. Сәлем, Митхун. Сәлем. Елдос, сен бір нәрседен қорқып тұрған сияқтысың ғой. Қорықпағанда ше. Біздің Аяжан жылан асырап алды. Ой, ол саған тиіспейді дедім ғой. Аяжан, шынымен жылан асырап алдың ба? Елдос, одан несіне қорқасың? Біздің Үндістанда жыланды ерекше құрметтейді. Көрсетейін, бізге келсеңдер қайтеді. Өзім Аяжанның жыланнан қорқып отырсам. Елдос, барайықшы, өтінем. Қасымызда Митхун болады ғой. Неден қорқасың? Елдос, жыландар туралы қызықтарды естіген соң, олардан қорыққаның басылар. Рас па? Әрине, адам өзі білмейтін нәрсенің бәрінен қорқады демеуші ме еді әкем. Мүмкін, жарайды онда. Митхун, біз жолға шығамыз. Кездескенше, достар. Солтүстікте жатыр тасып өнені, оңтүстікте сирек аңды көресің. Батыста мол ескерткіші даланың, қиырдағы қала жатыр мәңгі ұйқыға бөледі. Дүниеде мол ғой қызық бар анық, қайда жүрсең күтер сені жаңалық. Дүниеде мол ғой қызық бар анық, қайда жүрсең күтер сені жаңалық. Жылан мені шағып алмай ма? Қорқам. Ой, сен темір емессің бе? Ол сені қалай шақпақ? Ол менің темір екенімді білмейді ғой. Сенен шаршадым. Дауысыңды өшіріп тастайыншы. Үндістанға қош келдіңдер, достар. Сәлем, Митхун. Айнала қандай әдемі. Митхун, біз келдік. Ал, енді қайда барамыз? Мен Елдосқа арнайы бір нәрсе дайындадым. Қазір көресіңдер. Үндістан өте көне мемлекет. Сендер білесіңдер ме? Христофор Колумб Үндістанды іздеуге шығып, кездейсоқ Американы тапқан. Ол өзі Үндістанды таптым деп ойлаған. Керемет. Көшеде пілдер жүр. Елдос, олар жай жүрген жоқ. Біреулері адамдарды, енді біреулері жүк тасып жүр. Иә, бұл үнді пілдері. Олар адамдарға қызмет етуге үйренген. Ой, қандай қызық, жыландардың суреттері. Айтпақшы, Митхун, біз өзі қайда барамыз? Мен сендерді факирлер мұражайына апармақпын.
Бол, тездету керек. Тағы не шем айдап жатырсың? Міне, жыландарды билететін ең ежелгі сыбызғы. Оны қолға түсірсек, ешқандай жыланнан қорықпаймыз. Ғажап, қаншама жыландар. Жыландарды біз ерекше құрметтейміз. Үнді халқы үшін жылан даналықтың символы. Ал мына сыбызғы ойнап отырғандар кімдер? Бұл үнділердің ежелден келе жатқан кәсібінің бірі. Жыландарды дуалау. Кәсіп дейсің бе? Бұл қауіпті ғой. Әрине, сондықтан бұл кәсіптің құпияларын атадан балаға мұра етіп қалдырып отырады. Сонда жыландарды да қолға үйретуге бола ма? Иә, ол үшін сыбызғың болуы керек. Оның үні жыландарға ұнайды. Сыбызғының әуенін естіген бойда қаптан шығып билей бастайды. Иә, жыландардың билегенін циркке барғанда талай көргенмін. Осы мұражайда ең ежелгі жылан үйретушілердің сыбызғысы бар. Жүріңдер, көрейік. Қызық екен. Суретте ол мүлдем басқа ғой. Жоқ, бұл сыбызғы емес. Сонда ол қайда? Мұнда да әлгі ұрылар келмесе игі. Ақтөс, жыланның суретіне қарап неге үресің? Бұл сондай мұражай ғой. Елдос, қара, мынау бубой емес пе? Үлкен жыланнан қашып барады. Олар осында болған. Яғни сыбызғыны ұрлағанда солар. Кеттік, іздеріне түсеміз. Митхун, сен бізді осында күт. Дәуеке, айтқан затыңызды әкеле жатырмыз. Абайлаңдар. Тездетіп, маған жеткізіңдер. Тоқтаңдар, ұрылар. Кеттік, қуып жетеміз. Қолға түстіңдер ме? Сағыздай жабысып айырылмады ғой мыналар. Тәртіпке шақыршы. Достар, сендер нағыз батыр екенсіңдер. Рахмет. Бұл сыбызғы біз үшін өте құнды. Әрқашан көмегімізді аямаймыз. Бұл сыбызғы талай жыланды билеткен шығар. Елдос, сен әлі жыландардан қорқып тұрсың ба? Көрдің бе? Олардың адамға пайдасы зор екен. Иә,
Жыланның уы көп ауруларға ем. Рас, жыланның осынша пайдасы барын білмеппін. Осындай пайдалы саяхатың үшін саған үлкен рахмет, Митхун. Иә, енді біз қайтайық. Тағы да рахмет сендерге. Жолдарың болсын. Аяжан, жыланнан босқа қорқудың жөні жоқ сияқты. Қане жыланың? Әрине, Елдос. Ол сондай сүйкімді, е? Ай, қайдам. Қарай берсем көзім үйренетін шығар. Айттым ғой саған. Әне, ол саған қарап тұр.